Пайғамбарлардың қиссаларынан Салих пайғамбардың қиссасына келдік. Алейхиссалам. Аллахтың сәлемі болсын ол кісіге. Салих пайғамбар Құранда 25 пайғамбардың аты қиссалары келген болса, соның бірі Салих алейхиссалам. Бұл араптан шыққан екінші пайғамбар. Біз алдында айтқан едік, араб халқына жіберілген Құранда аты айтылған 5 пайғамбар бар. Ол бірінші Худ алейхиссалам. Бұл екінші Салих алейхиссалам. Салих алейхиссалам екінші пайғамбар. Үшінші Шуайб, төртіншісі Исмаил алейхиссалам. Және бесінші, соңғысы өзіміздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Салих пайғамбарды Самуд халқына жіберген. Біз білетініміз Худ пайғамбардың қиссасында айтқан едік. Екі араб тайпасы болған, жоғалып кеткен, жойылып кеткен халықтардың қатарына кіреді арабтардың. Екеуі бір-біріне туысқан болған. Екеуі де сол Нұх пайғамбардың баласы Сәм деген баласынан тараған халық еді. Екеуінің де атасы Ирам болған. Құранда ол туралы Фаджр сүресінде Ирам адатил аймады деп айтылады. Сол Ирамның ұрпақтары еді. Соның бір бөлігі Араб жазирасының, Араб жарты аралының оңтүстігінде өмір сүрсе, екінші шығысында, солтүстігінде өмір сүретін. Ол жерде Хижр деп атайтын. Хижр деген жер қазірде бар, Сауд Арабия жерінде. Олардың салған үйлері де тұр, ол Самуд халқының. Сол Самуд халқына бұлар да Худ пайғамбардың қауымы жойылғаннан кейін арада уақыт өтіп, олар да ширкке түсіп, Аллахқа серік қосып, енді бір Аллаға сыйынып жүрген жерлерінен енді әруаққа, тасқа, ағашқа, сондай бір жаратылыс болған нәрселерге сыйына бастайды. Сонда Аллах Тағала араларынан бір ізгі кісіні таңдап, болған Жебрил алейхиссаламды жіберіп, пайғамбар екендігінен хабар беріп, еліңе ескерт дейді. Содан Салих алейхиссалам пайғамбар болмай тұрған кезінде сондай жақсы, білімді, дана сондай кісі болған. Халық оны жақсы көретін. Ертең үлкейсе еліміздің басшысы болады, сондай бір елге еңбегі сіңетін адам болады деп сондай үміт етіп жүрген еді. Содан Салих алейхиссалам оларды дінге шақыра бастайды. Ол туралы Құранның бірнеше сүрелерінде келген. Соның бірі міне. Estaizu billah. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Самуд халқына бауырлары Салихты пайғамбар қылып жібердік. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Сонда Салихтың ең бірінші шақырған нәрсесі қандай тақырып болған екен? Ең бірінші тақырыбы уағызының бастаған: «Ей қауымым, бір Аллаға ғана құлшылық қылыңдар. Одан басқа сендердің құдайларың жоқ». Яғни бірінші таухидтен бастады. Бір Аллаға құлшылық қылыңдар, серік қоспаңдар Құдайға деп. Кейін Аллахтың нығметтерін естеріне түсіре бастады. «Хуа аншаакум минал арди вастамаракум фиха». Ол сендерді жерден жаратып, сол жерге орналастырды. «Фастағфируху сумма тубу илей». Одан кешірім сұрап тәубе етіңдер. Кешірім сұраңдар, тәубе етіңдер. Салих пайғамбардың ізіне еріңдер деп жатыр ғой енді. «Инна рабби қарибум муджиб». Шынында менің Раббым жақын, естиді, сендерге жақын, дұғаларыңа жауап береді, сұраған нәрселеріңді береді.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. Сонда қауымы Салихқа былай деп жауап берді: ей Салих, сен бұдан бұрын біздің арамызда үміт етіп жүрген едік сенен. Ертең бізге басшы болады, елге қызмет жасайды, ісімізді жалғастырады деп үмітімізді ақтамадың дейді. Бұл халық араб болған үшін тілге шешен, сондай халық болғанда, сондай сөйлеуді білетін. Салихты қалай алдап атады: кеше біз сенен үміт етіп жүрген едік, не болып кетті саған Салих өзі деп. Бұл нәрсе қазіргі уақытта да қайталанып жатыр. Бұл тарих қайталана береді. Бұл Самудтың, Салихтың басында ғана болған жоқ. Бұл заман бойынша уақыт әлі қайталанып кеткен нәрсе. Біздің заманда да бір кісі тура жол тауып, намаз бастап, құлшылыққа келіп жатырса, сөйтіп шариғатқа қайшы болған бір харам нәрселер тастап жатырса, оның ата-аналары, туысқандары: не болып кеткенсің, мынау намаз оқып, сақалы қойып, біз сенен үміт етіп жүріп едік, жақсы адам болады деп, оқиды, үлкен жұмыста істейді деп, таста бұл дініңді деп сондай сөздер айтады. Мысал келтіретін болсақ, әке-шешесі банкир болса, банкте жұмыс істейтін, баласынан ертең үлкен банкир болады, банктың жұмысын істейтін болады, жақсы ақша табатын болады деп үміт етіп жүрген кезде, баласы намаз бастап дінге келсе: не болған балам, саған сақалың қойы дінге кіріп кетіпсің, кредит харам дейсің, біз сенің ертең банкир болады, үлкен ақша табады деп үміт етіп жүрсек дейді. Тура жаңағы Салихқа қауымы қалай айтқанын солай айтады. Я болмаса әке-шешесі бір спорттың тренері болып, баласын баптап, енді бір үлкен чемпион болады, сөйтіп бізге ақша табатын болады деп жүрген кезде, баласы хидаятқа келіп, тура жолға келіп: әке, бұл бокс деген нәрсе болмайды екен, бетке ұрғау болмайды, харам екен, бұл азартный ойын екен, ақша үшін біреуді ұрамыз, соғамыз, сосын ақшалай ақша табады екен, зұлымдық болады екен, бұл харам ақша болады екен десе, әке-шешесі: кеше біз сенен үміт етіп отырған едік балам, үлкен аренаға шығады ертең, үлкен ақша табады деп. Болса тура осылай кете береді. Сонда қауымы: әтәнхана ән нәъбуда ма яъбуду абауна ва иннана лафи шаккин мимма тад'уна илейхи муриб. Біздің аталарымыз сыйынған нәрселерден бізді тыйып жатырсың ба? Біз сен шақырып жатырған нәрсеге қатысты күмәнданудамыз, шәк күмәндамыз деп айтады. Нақты сенім жоқ бізде. Біздің заманда да бір кісілерді аруаққа сыйынба десе, аталарымыздан ақылдысың, аталарымыз аруаққа сыйынған, аруақ деп шапқан жауға деп бізге айтады ғой. Тура сол сияқты әңгіме. Худтың, Самудтың, Салихтың қауымын Самудты айтқан. Бұл қауымға Аллах Тағала ерекшелігі ұзақ өмір берген. Өмірлері ұзақ болатын болған, денелері үлкен болған, өзінің бауырлас халқы болған ат қауымы сияқты. Содан бұлар үйді ағаштан неден қаласа, үйлері көпке шыдамайды, өмірлері ұзақ болғаннан кейін. Содан оларда бір ой пайда болады, идея пайда болады. Тауды қашап, жартастарды қашап, ойып, сол жартастарға үй салу. Өйткені жартастар, таулар тұра береді ғой, қанша ғасырлар өтсе де. Содан сол ойын жүзеге асыра бастайды. Сол жартастарды қашап, ойып, үйлер сала бастайды. Ол қазірде Сауд Арабия жерінде сол қашалған жартастарды ойып салған үйлер әлі тұр. Ол негізі лағнетке ұшыраған жерлер, негізі Аллахтан қарғысына ұшыраған. Бірақ сол жерлерге адамдар қазір барып жатыр, өкінішке орай. Міне Құранда айтады, Самуд
Самут халқына бауырлары Салихты жібердік. Сонда Салихтың айтқан: "Ей, бір Алла құлшылық қылыңдар. Сендердің Аллахтан басқа құдайларың жоқ. Сендерге ашық құжаттармен келдім" деп айтады. Содан Салих пайғамбар қауымын шақыруын тоқтатпайды. Сенде күндердің бір күнінде мейрам болады. Мейрамға халқы Салихты да шақырады. Салих, біздің мейрамымызға кел. Сол мейрамы үлкен бір жартастың, үлкен тас, дәу тастың қасында өтеді екен. Сол жерде олардың құдайлары, өздері соғып алған қолдарының құдайлары бар. Соларға сыйынады. Содан былай айтады екен: "Қане, былай істейік. Біз құдайларымызға сыйынамыз, сен де өзіңнің құдайыңа сыйынасың. Қайсыңыздың дұғамыз қабыл болса, соған ереміз" дейді. Үлкен бір мүмкіншілік қой Салихқа бұл да. Салих алейхиссалам естейміз дейді. Мынандай бір ұсыныс айтады. Енді бір сондай дәрежеде ақмақтық, сондай дәрежеде қасарысу ғой енді. Мына жартастың ортасынан дейді, денесі үлкен, осындай сипатта болған, 10-шы айда, босанайын деп тұрған буаз үлкен бір түйені шығарасың дейді. Осы жартастың ішінен шықсын деп Аллахтан сұрайсың сен өзің құдайыңнан. Егер Аллах қабыл қылып сол жартастың ортасынан түйе шығып жатырса, біз соның ізіңе ереміз. Ал сендер не дұға аласыңдар десе, біздер өзіміздің құдайларымыздан осы жартастан сол түйе шықпай-ақ қойсын деп дұға қыламыз дейді. Көрдің ба, қандай айлак келеге сап тұр да. Бұл адам ақылы онсыз да түсінікті ғой, жартастың ортасында түйе не жетіп өрді. Сондай дәрежеде айлакерлік қылған бұл қауым. Айлакер қауым болған. Содан Салих келіседі. Салихпен бірге иман келтірген кісілер бар. Барлығы күтіп тұрады енді бұл оқиға немен аяқталады екен деп. Содан Салих алейхиссалам дұға қылады, намаз оқып, Аллахтан жалбарынады. Бір кезде Аллахтың құдіретіменен сол жартас қозғалысқа еніп, ортасынан жарылатты. Өздері айтқандай, өздері сипаттағандай, 10-шы айда буаз болған, үлкен алып болған, дәу болған түйе аруана шыға келеді. Сонда Самут халқының азғантай бөлігі иманға келеді. Ол мұғжизаны көрген кезде. Бірақ көбісі қайтадан қасарысады. Қайтадан қасарысады. Міне Құранда ол туралы айтады. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. Сендерге дейді Раббыларының тарапынан құжат, дәлел келді. Хадихи нақатуллахи лакум ая. Мына Аллах Тағаланың түйесі дейді сендер үшін мұғжиза. Фадаруха таъкул фи ардилла. Оны қойып қойыңдар, жер бетінде жайылсын. Вала тамассуха бисуин фаяхудакум азабун алим. Оған жамандық жасамаңдар, болмаса сендердің бастарыңа азап келеді дейді. Енді Аллах Тағаланың нығметтерін еске түсіреді. Вазкуру из жа'алакум хулафа мин ба'ди адин ва бауаакум фил ард. Еске алыңдар, Ад қауымынан кейін сендерді жер бетіне орналастырған еді. Таттахидуна мин сухуриха қусура ва танхитуна аль-жибала буюта. Сонда жартастардан қашап сарайлар салатын едіңдер дейді. Тауларды қашап үйлер салатын едіңдер. Ойып. Фадкуру ала Аллахи ва ла та'сау фил арди муфсидин. Аллах Тағаланың нығметтерін еске алыңдар, жер бетіне бұзғыншылық жасамаңдар дейді.
Bir de sol kavminin iman getirmegen